Сәлем достар, бүгін біз сіздермен алмалы меренгалы осындай өте әдемі әрі дәмді пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантымызды қосып миксерлейміз. Оның үстіне жұмыртқамыздың сары уызын қосамыз және қопшытқысты қосып тағы да миксерлейтін боламыз. Массамыз бір келкі және ағарғанша жақсылап осылай миксерлейсіздер. Ұнымызды електен өткізе отырып қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, ұнның арасына ауа бару керек. Міне дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Кішкентай бөлігін ыңғайлы етіп осылай бір формаға келтіріп алып, оны морозильникқа қатыруға салып қоямыз. Бұл біздің пирогымыздың бетін әрлеуге керек болады. Екінші бөлігін формамыздың астына осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Мендегі форманың размері 24 диаметр. 24 диаметр бұл пирог үшін өте идеальный. Осылай тегістеп шықтық қамырымызды. Енді алмалы салмамызды дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші жаңағы алмамызды дайындап тазалап аламыз. Тазаланған алмамызды бір келкі болу үшін теркадан, яғни үккіштен өткіземіз. Алдын ала теркадан өткізіп қоймаңыздар, себебі алманың суы бөлініп кетеді. Оған қантымызды қосамыз, ұнымызды қосамыз, лимон қышқылын қосамыз. Лимонный сок болса да болады, және де крахмалды қосып, жақсылап бәрін араластырамыз. Міне салмамызды жақсылап бір келкі етіп араластырып шығамыз. Енді меренгамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақ уызын миксерлейтін боламыз. Міне көпіргенше, сосын үстіне қант ұнтағын үшке бөле отырып, біртіндеп қосамыз. Бәрін бірден қосып жібермеңіздер. Және миксерлеп бастағанда ең бірінші жайынан бастап күшейтіп отырасыздар режимін. Оның үстіне міне крахмалды қостық, міндетті түрде кукурузный крахмал. Оны миксермен араластырмаймыз. Міне осындай қасықтың көмегімен жайлап меренгамызды басып алмай араластырасыздар. Дайын тұрған қамырдың үстіне алмамызды саламыз. Алманы тегістейсіздер осылай жақсылап. Оның үстіне міне меренгамызды тегістеп құйып шығамыз. Меренганы қасықпен араластырғанда өте абай болыңыздар. Қатты араластырсаңыздар меренгаларыңыз басылып қалады. Сондықтан осылай жайлап тегістеп шығасыздар. Оның үстіне жаңағы морозильниктегі қамырымыздың екінші бөлігін міне теркадан, яғни үккіштен өткізіп шығасыздар әдемілеп. Міне біздің пирогымыз дайын. Қызып тұрған духовкаға 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Алма мен меренга біріккен кезде өте ерекше дәм береді. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз және мені белгілеуді ұмытпаңыз. Ас болсын!